Ассалаумағалейкум, үш жүздің арасын өтірғаны бөліп тұрған қазақ халқы. Алдарыңызда Айтқұш Нәсіров атындағы орта мектебінің мектеп әлемі мектепшілік танымдық журналының бас редакторы Амантай Азамат. Мен және ұжым Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында журналымыздың келесі басылымын дайындаудамыз. Және ұлы ақын Абай Құнанбаевтың өлеңдерін оқу эстафетасын жалғастыра отырып, ұлы Абайдың бірімдіден шыққан сөз өлеңін оқып өтсек. Бірімдіден шыққан сөз қалаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрек айына көңілі ояр, сөз таңдамас ол баяу, өз өнері тұртаяу, ұқпасын ба сөзді тез. Әблет басқан елерме, сөзге жуық келерме, түзу сөзге сенермен, түзілмесін білген ез. Айшайшылап жалынар, ұққышан зіп шабынар, ұқпай жатып жалығар, ұқылы ояу бой кез. Жас балада жеңсі қой, байлаулы емес ақыл ой, ойлағаны айт пен той, ыржың-қылжың ит мінез. Сұлу қызбен я батыр, болмаған соң тәңір алғыр, шығып кетер я қалғыр, оған ақыл арам бес. Жақсыға айтсаң жан еріп, ұғар көңіл шын беріп, дердің ішіне ем көріп, неге алтынды десін. Ой тәңірі айтшыл кересек, Қулық сұмдық не өсек, Болмаған соң білесем, мейлі қамқа, мейлі біз. Өз кезегімізде бұл эстафетаны мектебіміздің директоры Құланбаев Дархан Кеңесұлына, музыка және мұғалімі Едібек Ардаққа және барша білім нәрімен ұстап жүрген ұстаздар қауымына бізді асқан